Баршаңызға қайырлы күн қыздар. Мен бүгін сіздермен банафи пайдың рецептісімен бөлісемін. Мен өзім осы рецептпен заказ қабылдап жүрмін. Жасап көріңіздер, өте дәмді, керемет шығады. Видеоны соңына дейін қарап, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Ең алдымен ыдысымызға бөлме температурасында еріп тұрған сары майымызды, сосын қант ұнтағын және де сары уызымызды салып, біркелкі етіп араластырып аламыз. Немесе шанышқының көмегімен және де қол миксермен де араластырсаңыздар болады. Сосын шым-шым тұзымызды салып араластырып, ұнымыздың жарты бөлігін салып, және қопсытқышымызды салып, тестамызды араластырамыз. Ұнымыздың екінші бөлігін салып, қолымызбен жұмсақ қамыр илейміз. Қамырымыз жұмсақ, қолға жабыспайтындай иленуі қажет. Видеодағыдай көріп тұрғандарыңыздай жұмсақ болу керек. Қамырымызды пищевой пленкаға немесе пакетке салып, тоңазытқышқа 10-15 минутқа қалдырамыз. Формамызды майлап, қамырымызды біркелкі етіп жайып шығамыз. Сосын шанышқының көмегімен тесіп, 180 градуста қызып тұрған пеште 20-25 минут пісіріп аламыз. Песочный тестамызды суытуға қалдырып қоямыз да, кремін дайындаймыз. Ең алдымен сливкимізді, творожный сырымызды және қант ұнтағымызды салып, миксермен қоюланғанша миксерлеп аламыз. Міне біздің креміміз дайын. Креміміз осылай қою, өзінің формасын ұстап тұруы қажет. Енді кремімізді кондитерский мешокқа салып дайындап қоямыз. Кремді әдемі етіп құю үшін мен осындай насадка қолдандым. Кез келген өздеріңізде бар насадка қолдансаңыздар да болады. Енді тестамызға үстіне вареный сгущенкамызды жағып шығамыз. Сосын біркелкі етіп бананымызды кесіп қойып шығамыз. Сосын үстіне кремімізді құйып шығамыз. Пирогымызға кремімізді құйып шыққаннан кейін, оны тоңазытқышқа 1-2 сағатқа қалдырып, сосын барып жей берулеріңізге болады. Пирогты әсемдеу үшін мен үстіне ертіп шоколадымызды құйып шықтым. Немесе өздеріңіз қалауларыңызға қарай какао сеуіп шықсаңыздар да болады. Міне осымен біздің пирогымыз дайын. Жасап көріңіздер, өте дәмді, керемет шығады.